Ассалаумағалейкум тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Жанқожа Нұрмұхамедұлы, яғни Жанқожа батыр. 1774 жылы Кіші жүз Әлімұлы Шектіден тарайды. Өзі өмірінің жартысын Хиуа, Қоқан және Ресей отаршыларына қарсы ұлт-азаттық көтерілісінің басшысы болды. 19 ғасырдың 20-шы жылдардан бастап сыр бойы мен Арал теңізінің шығыс жағалауына қоныстанған қазақтарға өз үстемдігін жүргізе бастаған Хиуа мен Қоқан хандықтары қазақтарға жиі шабуылдарын үдете бастады. 1830 жылдары 1840 жылдары аралығында жергілікті халықта өктемдігін одан сайын күшейткен Хиуа хандығы Жаңадария, Қуандария, Қызылқұмнан өтіп Қосқарға мен Арал теңізіне дейінгі аралықтарды қазақтарға шапқыншылық жасап, малдарын алып кетіп, бала-шағасын құлдыққа сатып, 17 жылдан бастап алым-салым салықтар салып отырған. Бұны көрген жас батыр 17 жасында Әлім руларының өздерін сайлап алған Қылышбай ханның Хиуа бекінісін жасаған жорығы кезінде елеусіз Жанқожа атсалысып, сол кезде ешкімге дес бермей тұрған Қарақалпақ батыры тыны жекпе-жекте өлтіреді. Осы жорықта әзілесі үшін Қылышбай мен ханның өзіне де қол жұмсайды. Әрі Хиуа ханның созақтағы бекіністе орналасқан әкімдік жергілікті халыққа салынатын алым-салық пен тіс көрсеткен зорлықтар үшін үлкен бір түрткі болады қазақтардың көтерілісіне. 1830 жылы күзінде созақ бекінісін қоршауға алып, көмекке келген қоқандық Таған палуанды жекпе-жекте Жанқожа жеңеді. Созақ бекінісін алғаннан кейін көптеген бекіністеріне, қалаларына Хиуаның, Қоқанның жорықтар ұйымдастырып отырады. Кейін 1845 жылы Жанқожа батырға Кенесары ханның өтініші бойынша қайтып Созақ әскери бекінісін басып алуға қатысады. Кейінірек Жанқожа батырдың Қоқан хандығына көп жылға созылған тартысты оқиғалар басталады. Жан-жақты соғыса басталған Жанқожаның беделі артылып, бірақ орыс әскерлерінің әзірге соғысқа дайын емес екенін білгендіктен орыс генерал-губернаторларымен жолығып сөйлесе бастайды. Кейін орыс генерал-губернаторлары шендік және 200 сомдық айлық ұсынып Жанқожаны өздеріне тартқысы келеді. Оның бүкіл құйтыртқайларын түсініп Жанқожа шендерден бәрінен бас тартады. 1849 жылдары Райым бекінісінен Орынборға казак орыстарының алғашқы 26 отбасы қоныстырылып, қазақтардың өз жерінен ығыстырылып, шырай жерлерді орыстарға беру басталып, ол да Жанқожаның ызасын келтіреді. 1856 жылы желтоқсанда сыр бойын қазақтардың Ресейге қарсы қарулы көтерілісі басталады. Бұл көтеріліске түрткі болғаны Ресейдің әскерлері сол жердегі кірпіш зауытының 3 қазақты тірілеу пешінде тірілеу өртегені естіген қазақтар көтеріліске шығады. 1856 жылы желтоқсан айының аяқ кезінде Қазалы қамал қоршауға алынып, Қаратөбе маңындағы Болатов отрядын бірнеше рет шабуыл жасайды. Көтеріліс бас кезінде Жанқожаның 1000 жарымдай аса сарбазы болса, 1857 жылы қаңтарда олардың саны 5000-ға жетті. Бұл жағдайда Орынбордың генерал-губернаторы Перовскийді қатты алаңдатып, ол генерал-майор Фитинговты бастаған 300 атты казак, 320 жаяу әскер, 1 зеңбірек, 250 гусар әскерімен қоса Сұлтан Елікбай Қасым бастаған бірнеше жүз қазақ жасағы бар жазалау отрядын аттандырады. 1857 жылы 9 қаңтарда Арықбұлақ шатқалында шешуші шайқас болып, Жанқожа бастаған көтеріліс жеңіліс табады. Кәсіпқой, зеңбірек, білте мылтықтары бар орыс әскерінен. Көтерілісшілердің бытырыңқы топтары Қуандариямен шегініп, одан әрі Бұхара мен Хиуаға асуға мәжбүр болады. Жанқожа бірге 20 шақты қазақ ауылдарын көшіп Хиуа, Қоқан арқылы одақ құрғысы келеді. Оған ештеңе шықпайды. Патша үкіметі Жанқожаның көзін жою үшін Елікбай Қасымов бастаған арнаулы жазалаушы әскер жібереді. 1860 жылы жазалаушы әскер Қызылқұмның ішіндегі Жаңақара көлінің басында отырған Жанқожа батырдың ауылын қоршауға алады. Қанды шайқас барысында 80-нен асқан Жанқожа батыр жазалаушылар оғынан қаза тапты. Сол оқ жайлы бір аңыз бар. Жанқожа батыр сонша алыпты денелі кісі болған, олар орыс әскерлері білмеген, қарақұртқа улап алған оғын башқұрт Жанқожаның мойнына тиеді деп. Сол сәтте қарт батыр оқ өтпейтін сауытын киіп, қару-жарағын асынып үйінен шығып үлгереді, бірақ аты жоқ екен. Ажалым жеткені осы жерме деп бір төмпешіктің үстіне аспай шығып алып, өз иманын өзі үйіріп дұға оқи бастайды. Зулаған оқтар көпке дейін оның сауытынан өтпей, тайқып ұшып кері түсіп жатады. Ақырында бір оқ жаңа башқұрт атқан сол мойнына тиіп, батыр тізерлеп тұрып қалады. Оны біраздан аңдыған орыс әскерлері оны әлі тірі тұр деп ойлайды. Шынымен келгенде ол оқтың уынан өлді деп айтылады. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіріп, және әр чаттарға таратып бір үлкен үлес қоссаңыздар жақсы болар еді.